Саламатсыздар ма балалар? Мен Қаражал қаласының нөмірі 7-ші жалпы білім беретін мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Касимова Рахаткүл Зейнепаровнамын. Балалар, біз бүгін 6-шы сыныптың Қазақстан тарихын бойынша Оғыз мемлекетін өтеміз. Бүгінгі сабақта сендердің білетіндерің Оғыз мемлекетін құрылуын, Оғыздардың саяси жағдайын, кәсібі мен қолөнері, қағанаттың ыдырауы. Ал сендердің меңгеретіндерің мемлекеттің этникалық құрамы мен қоғамдық құрылысы жайы. Мәлімет аласыңдар. Оғыздардың сыртқы саясатын және шаруашылығын білесіңдер. Оғыз мемлекетін ыдырау себептерін анықтайсыңдар. Зерттеу сұрағы: Қазақстанның орта ғасырлар тарихында Оғыз мемлекетін алатын орны қандай? Балалар, мына тақтадағы картаға қарап тұрғандарындай, Оғыз мемлекетінің орналасқан жері. Оғыз мемлекетінің орталығы Янгикент қаласы. Оғыздар туралы Оғызнама дастанында жырлаған Оғызхан есімді тарихи тұлға. 6-шы ғасырдан бастап белгілі. Ежелгі Қытай жырнамаларында Оғыздар Угу деген атпен белгілі. Оғыз мемлекетінің құрылуы оңтүстік Қазақстанның жерінде, әсіресе Ыстықкөл мен Шудың орта бойында Қырғыз, Қыпшақ, Оғыз, Яғма, Чігіл, Имек сияқты түрік тілдес тайпалардың қатар өмір сүргені белгілі. 9-10 ғасырларда Оғыз тайпаларының ежелгі феодалдық мемлекеті қалыптасты. Ал 10-шы ғасырда Оғыз мемлекетінің астанасы Янгикент, мен жаңа картадан көрсетіп кеткендей, немесе ол Жаңа Грузия деп аталатын қала болған. Оғыздардың этникалық құрамы бойынша Қытай деректерінде былай дейді екен: Баяндур, Ызғыр, Имур, Қарабұлақ, Тутурка. Ал Махмұд Қашқаридың айтуы бойынша 24 тайпаға бөлген, оны Ішінара 2-ге бөлген, Бозоқ және Ошоқ деп бөлген екен. Ал Әл-Марвазидің деректері бойынша 12 тайпаға бөлген. Араб деректері бойынша Қимақ тайпаларының бір бөлігі қосылғанын айтады. Оғыздардың саяси жағдайы. Оғыз мемлекеті өзінің саяси және әлеуметтік тұрмысы жағынан көне феодалдық мемлекет. Жабғы атағы бар жоғары билеуші Оғыз мемлекетінің басшысы болып саналады. Сонымен қатар Сюбашы деген ол Оғыздардың әскери қолбасшысы болып есептеледі. Сонымен қатар Инал деген сөз бар. Ол Инал дегеніміз жабғының орынбасары. Оғыздардың сыртқы саясаты. Оғыз билеушісінің сыртқы саясатында басты екі мақсаты болды. Ал шаруашылығына келетін болсақ, Оғыздар 4 түлік мал ұстады. Қаракөл қой, жылқы, өркешті ірі түйе тұқымын өсірген. Қыста жайылымдары Сырдың орта және төменгі ағыстары Арал теңізі жағалауында, ал жазда Каспий теңізінің даласында болды. Арық тоғандар қазып, суармалы егін шаруашылығымен де айналысқан. Оның дәлелі ретінде біз Жаркент, Жент, Жуара, Қарнақ, Сүткент, Фарап, Сығанақ, Сауран қалаларында арық тоғандарының іздері табылғанынан байқаймыз. Мал өнімдерін өңдеп, одан құрал жабдықтар, қару-жарақтар, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаған. Малдың терісінен аяқ киім, ыдыс, ат әбзелдері, торсық секілді бұйымдар жасаған. Ал малдың жүнінен киім, киіз, текемет, кілем сияқты тағы да басқа шаруаға қажетті бұйымдар жасаған. Оғыз мемлекетінің әлсіреу себептері мен ыдырауы. Селжұқтармен соғыста Шах-Мәлік қаза табады. Бұл билікке таласқа алып келеді. Осының салдарынан Оғыздардың ішінде ішкі тартыс басталады. Билік үшін талас Оғыз мемлекетін өте әсер етеді. Қыпшақ тайпаларының шабуылдары. Қыпшақ тайпалары Оғыздарға ауық-ауық шабуыл жасап тұрды.
оғыздар 11 ғасырдың ортасында өздерінің мемлекетін біржолата құлатады. Оның орнына Қыпшақ мемлекеті келеді. Балалар, енді біз Оғыз мемлекеті туралы алған білімдерімізді тексеріп, тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмада берілген сөздерге анықтама бердіңдер. Мына сөздерге анықтама берейік. Жабығу, угу, оғызнама. Тапсырманы орындауға бір минут уақыт беремін. Балалар, тапсырманы орындап болсақ, мына жердегі жауаптарымызды дұрыс жауаппен сәйкестендіріп көрейік. Тексеріп болсақ, келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, екінші тапсырма Оғыз билеушісінің сыртқы саясатындағы алдына қойған басты екі мақсатты жазыңдар. Бірінші мақсат және екінші мақсат. 1-2 минут уақыт беремін. Балалар, тапсырманы орындауға. Өте жақсы, балалар, тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауаппен өзіміздің жауапты сәйкестендіріп көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Келесі үшінші тапсырма Оғыз мемлекетінің ыдырау себептерін ішкі және сыртқы факторға жіктеңдер. Ішкі фактор және сыртқы фактор деп екі бағанға тізбектеп жазамыз. Бұған да 1-2 минут беремін тапсырманы орындауға. Өте жақсы, балалар, тапсырманы орындап болсақ, мына жерге қарап, дұрыс жауаптарымен сәйкестендіреміз, өзімізді бағалаймыз. Балалар, өзімізді тексеріп болсақ, бүгінгі сабағымызды қорытындылай өтсек, Оғыздар мемлекеті Еуразияның саяси және әскери тарихында маңызды рөл атқарды. Киев Русінің Оғыздармен әскери саяси одағы олардың саяси және сауда экономикалық мүдделерінің бір болуынан туындады. Балалар, енді үй тапсырмасына Оғызнама жырын оқу, талдау. Яғни мына үзіндіні оқып, талдаймыз. Төмендегі мына критерийлер бойынша орындаймыз. Бірінші, үзіндінің авторы кім? Анықтаймыз. Екінші, Оғызнаманың басты идеясы не? Осыны анықтап жазып келеміз. Балалар, бүгінгі сабаққа зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңдар. Сау болыңыздар, балалар.